Selam dostlar. Bugün men sizlerge Rastyalayık çıkargan Tube Escape degan oyundan Birthday bölümünün kalay ötü kerektigin körsetetip bolamın. Oyunda başlayız. Bizce oyun oslaya başladı. I feel different. I cannot feel my body anymore. I see my memories captured in little cubes. Kez gelgen жерді basamız. Aspandan osuna kubikler түсіп тұрады. Және осы кубтың üstін basamız. Сол кезде осындай үй шығады. Шеттегі стрелкалар арқылы комнаталарды ауыстыруға болады. Біз шкафтағы сусынды атаға құйып беру керекпіз. Ice. Біз мұзды осы шар арқылы жасайтын боламыз. Шардың ішіне суды толтырып, және оны морозилкаға саламыз. Және бізде терезеде байқасақ біреудің тұрғанын көреміз. Сосын бізде мұзымыз дайын болады. Біз оны атаға барып береміз. Music. Музыканы қосу үшін бізге диск керек болады. Ол дискті алу үшін осы ойынды ойнау керекпіз. Бұл ойын түсінікті деп ойлаймын. Бір-біріне ұқсайтындарды жылыстып, 10 рет қосу керек. Сосын бізде астынан диск шығады. Біз оны алып, осыған апарып қоямыз. Және сағызды өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Және ол аспапты қосу үшін бізге ине керек болады. Және осы тартпадағы заттардың барлығын бізге алу керек. Себебі олар бізге керек болып қалады. Бізге енді осы комнаталардан инені табу керек, чтобы музыканы қосу үшін. Son, I would like some cake. Және біз қазір тортты кесеміз. Тортты кесу үшін біз оны 9 бөлікке бөлеміз. Ол 9 бөлік, әр бөлікте бір свечадан болатындай етіп бөлінуі керек. Сол кезде бізде свечалар жанатын болады. Және сол бөлікті біз әкемізге береміз. Және оны жеген кезде оның ішінен ине шығады. Сол инені алып қазір аспапқа қоямыз. Needle and a birthday cake. Check the mail, darling. Және біз барып почтаны тексеретін боламыз. Почтадан бізге хат келген екен. Аспапқа жағанағы инені қоямыз. Сол кезде әуен пайда болады. Ата береген кезде оның астындағы жапсырманы аламыз. Почтадан келген хатты оқимыз.
Өз подаркамызды ашамыз. Бөлмедегі әрбір детальға мән беру керек. Және анамызға бағанағы сағызды береміз. Және шар жасаған кезде оны пышақпен жарамыз. Сосын ол сағызды осы раковинаның бұрышына жапсырып қоямыз. Және бізге телефоннан біреу звондап жатыр. That will be lost. The past is never said. It's not even past. Happy birthday to you. Who's there? More party guests. More party. Есікті барып ашамыз. Күлдегі батарейканы аламыз. Себебі ол бізге керек болады. Сағаттың осы жеріне бір көбікті салу керек. Құмырадағы кілтті алып, шкафты ашуымыз керек. Және осы хаттағы жапсырмалардың барлығын алу керекпіз. Бағанағы қоянның бізге жазып кеткен хатын оқимыз. Осы тиын сияқтыны аламыз. Ол бізге керек болады. Бізге газды жағу үшін спичка керек. Кілтті алып шкафты ашамыз. Ішінен шәугім шықты. Және соны суға толтырамыз. Кейін оны газге қоямыз. Бізге спичканы табу керек. Осы екі жапсырманы алу керекпіз. Себебі ол бізге керек болады. Және барлық тапқан жапсырмаларды осы жерге нақтылап қоямыз. Сол кезде бізде белгілі бір жол шығады. Және бағанағы сағызға жабысқан шыбынды алып, оны мына қақпанға қойып қоямыз. Және әрі қарай басқа комнатаға кетеміз. Және төбедегі осы жапсырмаларды
осындай ретпен қойып қоямыз. Сол кезде 2 деген сан жыртылады, соны аламыз. Келесі бөлмедегі осындай қағаздарды белгілі бір реттілікпен қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген ретпен. Жыртылған флагтарды аламыз. Сол жыртылған флагтарды осы жаққа қоямыз. Келесі бөлмедегі флажоктарды да осындай бір реттілікпен орналастырып қоямыз. Бағанағы қақпанға бізге балық түсті, және сол балықты біз мысыққа береміз. Және мысық сол кезде тезек шығарады, сол кезектен біз кілтті аламыз. Сол кілт арқылы көк шкафты ашамыз. Және ішінен бізде осындай ойыншық шығады. Ол ойыншыққа біз бағанағы тапқан жолымызды жазу керекпіз. Жыртылған флажоктарды осы жаққа орнына қойғаннан кейін ол осылай жыртылады, және біз сол жердегі болтты аламыз. Және осы тапқан болтты осы подаркіге қоямыз. Батарейканы да осыған қоямыз, және монетаны да осы жаққа қоямыз. Сосын бағанағы маркаларды осындай реттілікпен қойғаннан кейін бізде белгілі бір жыл шығады, 1966 деген. Және сол 1966 деген санды бағанағы ойыншыққа жазамыз. Сол кезде ол ашылады. Deal with your past, Dale. Only then can you truly become who you are meant. Және осы кісіден біз сағатты аламыз. Сағатты алғаннан кейін оны подаркіге осылай бекітеміз. Отверткамен осы шегелерді ашып, кабельді аламыз. Кабельді подаркіге осылай орналастырамыз. Әрі қарай бізге спичканы табу керек. Біз спичканы таптық, енді біз газы жағу керекпіз. Пешті жаққан кезде ол жарылады, және соның ішіндегі трубаны аламыз. Бұл трубаны подаркіге бекітеміз. Шай қайнаған кезде бізде бу пайда болады терезеде. Сосын қайнаған шай ұғымды алып, кребеске құямыз. Қарды ерту үшін. Және соның астындағы батарейканы аламыз. Кейін бағанағы терезеге барып, сол жерге ағаштың суресін саламыз. Бу арқылы. Ішін бояймыз, және осы кезде скример пайда болады. Абайлаңыздар. Және әйнек сынады, соның үшбұрышты сынығын алып, бағанағы подаркіге бекітеміз. Бұл жай ғана подарк емес, бұл уақыт машинесі. Сосын бізге осындай кубик береді. Сол кубикті біз барып, бағанағы сағатқа қоятын боламыз. Сол кезде бізде уақыт керіс айналады. Сосын біз бағанағы монетаны алып, оны бағанағы құптишаға қайттан қоямыз. Сосын ішіндегі револьверді алып, оны атаға береміз. Gun. I am ready. I am ready.
Biz есікті қайтадан ашамыз. How did you know? Boom! Ата бағанағы қоянды өлтірді. Және сол қоянның артынан біз барамыз. Осымен Растелле шығарған Cube Escape ойынының Birthday деген бөлімі аяқталды. Соңы видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментке өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.